Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші. Ой, енең дұрайын кең қолтық, шөлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне салам деп қам сартқан, бұтадан қорққан. Көз көргенде әкә, өкә десіп, шығып кетсе қызым боқтасқан сарт сұп деген осы. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе, шаршап жаяу жүрсе, демін алады. Ноғай дегенше, ноғай десеңші. Түкке ыңғайы келмей тұғын солдат ноғай, қашқын ноғай, бәкәлшік ноғай деп. Орысқа да күлуші. Ауылды көрсе шыққан жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанат, ұзын құлақты тауып бір деп. Сонда мен ойлаушым. Ей, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антырған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екеміз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып, күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагердің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірмен бірі ешбір шахари жауласпай. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтығын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі де соларда. Ал егер ноғайға қараса, солдаттыққа да шыдай, кедейлікке де шыдай, қазаға да шыдай. Молда, медресе сақтап, дін күтіпке де шыдай. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар білет. Салтанат да, әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызда сәнің жақшы, аяғың білән пішіратырға қойған идан түгіл, шық сасы қазақ деп үйінен қоп шығар. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнеп тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы, көңі қадарында жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?